Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге Қайрат Нұртастың туған күні атты әніне гитарада разборшлайтын боламын. Қазір мен сіздерге осы әннің бір куплет және қайырмасын айтып көремін. Сондықтан да осы видеоға лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені бұл сіздердің каналдың әрі қарай дамуына өте үлкен әсерін тигізеді. Ал кеттік. Жас қосылып, соңында жылмен айқайлап, ақтық бекпенде басына бағып айланып, ғашық болып көруге жақындармен бірге әр жыл сайын ай тойланып, қызық салса көңілі шатмас мейрам, берекеге бұл күн айналар. Бүгін сенің туған күнің, зор денсаулық тілеймін, бақытты өсіргін, жаныңда болсын деймін, ажар көңіл сырым жан серігін. Бүгін сенің туған күнің, аман болсын атыңнан, тарту етейін ғұмыр, әр күніне жаратқан тосын шуақ болдым, ойнап күлгін. Ал енді бұл әннің аккордтарына келетін болсақ, қазір мен сіздерге баремен және барес көрсететін боламын. Енді баремен келетін болсақ, бірінші аккордымыз DM 5-ші ладта. Бұл баре деңгейінгі саусағымыз екінші шекте, екінші саусағымыз төртінші, соңғы саусағымыз үшінші шекте тұрады. Бұл DM аккорды. Одан кейінгі үшінші ладқа GM аккорды. GM бұл жерде бірінші саусағымыз бесінші шекте, екінші саусағымыз төртінші шекте тұрады. Одан кейін дәл сол ладта C аккорды. C аккорды бұл жерде бірінші саусағымыз төртінші шекте, екінші саусағымыз үшінші, соңғы саусағымыз екінші шекте тұрады. Одан кейінгі бірінші ладта F аккорды. F аккорды бұл жерде баре деңгейінгі саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Одан кейінгі алтыншы ладта B бемоль аккорды. Бұл жерде баре деңгейінгі саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Одан соңғы аккордымыз бесінші ладта A аккорды. Бұл жерде баре деңгейінгі саусағымыз үшінші шекте, екінші саусағымыз бесінші, соңғы саусағымыз төртінші шекте тұрады. Ал енді барес аккордтарына келетін болсақ, бірінші аккордымыз бізде AM аккорды. AM бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші ладтың екінші шегінде, екінші саусағымыз екінші ладтың төртінші, соңғы саусағымыз үшінші шегінде тұрады. Одан кейінгі аккордымыз DM аккорды. DM бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші ладтың бірінші шегінде, екінші саусағымыз екінші ладтың үшінші, соңғы саусағымыз үшінші ладтың екінші шегінде тұрады. Одан кейінгі G аккорды. G аккорды бұл жерде бірінші саусағымыз екінші ладтың бесінші, екінші саусағымыз үшінші ладтың алтыншы, соңғы саусағымыз үшінші ладтың бірінші шегінде тұрады. Одан кейінгі C аккорды. C аккорды бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші ладтың екінші шегінде, екінші саусағымыз екінші ладтың төртінші, соңғы саусағымыз үшінші ладтың бесінші шегінде тұрады. Одан кейінгі E аккорды. E аккорд тура AM аккорд сияқты, просто үстіне қарай көтерілеміз. Бұл жерде бірінші саусағымыз бірінші ладтың үшінші шегінде, екінші саусағымыз екінші ладтың бесінші, соңғы саусағымыз екінші ладтың төртінші шегінде тұрады. Ал енді қағысына келетін болса, қағыс бұл жерде төмен, жоғары, заглушка, жоғары, төмен, үш рет жоғары, заглушка, жоғары, төмен. Ал енді манағы барлық
үйренген аккордтарымызбен қазір мен сіздерге осы әннің баресі және баремен ойналу түрін көрсететін боламын. Видеоның басында мен сіздерге баремен осы әннің бір куплетін және қайырмасын айттым. Бізде куплеті ДМ аккордтан басталады. Жас қосылар, сонында жылмен айқалар. Жемге барамыз. Дәл сол латта с аккордына автоликпен басына баққан айла, F аккордына айла. Одан кейінгі А аккордына барамыз. Бұл жерде F-те тұрамыз. А аккордына секіреміз 5-ші латта. Бастан бастаймыз. Жас қосылар, сонында жылмен айқалар. Ақтөбекпен басына баққан айла. Деп аяқталады. Екінші дәл осы аккордтармен ойнала береді. Қошақ толып көрге, жақындармен бірге, әр жыл сайын айт ойлана. Қызық сауық сайран, көңілі шатмаз мейрам. Одан кейін ол жерде көңілі шатмаз мейрам дегеннен кейін Б бемол аккордына секіреміз. Алтыншы латта қайтамыз дейміз. Қызық сауық сайран, көңілі шатмаз мейрам, мерекеге бұл күн айнала. Бұл жерде G-менен алтыншы латқа Б аккордына бардық. Б бемол аккордына. Одан кейінгі А аккордына барамыз. Сосын D. Сосын қайттан А. Қызық сауық сайран, көңілі шатмаз мейрам, мерекеге бұл күн айнала. Осылай аяқталады. Енді қайырмасы Д-мен басталады. Бүгін сенің туған күнің, Ж зор денсаулық тілеймін, бақытты өмір сүргін. С аккордына жаныңда болсын деймін, ажар көңіл сырым, жан сері. F аккордына жан сері. А аккордына секіреміз. Енді қайталанады. Бүгін сенің туған күнің, аман болсын атың, тату еткен ғұмыр, әр күніңе жаратқан болсын шуақ нұрың, ойнап күн деп аяқталады. Енді бұл жерде екінші куплет дәл осындай аккордтармен ойнала береді. Ал енді барес аккордтар бұл жерде мен каподастрда екінші латқа қойдым. Сіздердің дауыстарыңызда қандай лат келеді, ыңғайлы, сол келетін латқа осы каподастрды қойып айтуға болады. Енді куплеті бізде А-мен басталады. Жас қосылар, сонында жылмен айқалар деймін. G аккордына. Басына баққан айла. С аккордына. E аккордына секіреміз. Осылай, қайттан. Жас қосылар, сонында жылмен айқалар. Ақтөбекпенен басына баққан айла. Осындай аккордтармен ойнала береді. Қошақ толып көрге, жақындармен бірге, әр жыл сайын айқалар. Қызық сауық сайран, көңілі шатмаз мейрам. Одан кейінгі E аккордына барамыз. Мерекеге бұл күн айнала.
анда кайттан E аккордуна барабыз. Кайттан. Yine kayırmasa ayağımdan basılır. Diyeyim. Zor денсаулық тілеймін, бақытты өсіріп. G аккорды. Жанымда мәнсіндей, ажар көңіл салып, жан сүйреп, С аккорды жан сүйреп. E аккордуна барабыз. Енді қайталанады. Әр күнінде жаратқан өзің шуақ болып ойнап күн. Ал достар, бүгінгі видео сіздерге ұнаса лайк басып комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.